қанша тосылғанмын. Мен осы қайықтарды өзім жасадым. Ал менің бірінші қайығым. Бұның ішінде 500 ваттық моторчик тұр. Бұны мен сәуежай, судың үстінде серуендеуге, балық аулауға, например, сондайларға істедім. Бұның жылдамдығы 160 км/сағат. Бұны 2 адамға арналған немесе артына жердегі орындықтарына да отыра алады. Бұның да артында моторчик бар. Сол арқылы ол 160 км/час жүреді. Бұл моторчик 500 ватт. Бұның арқасында ол 160 км/ға дейін жүреді. Мына менің екінші қайығым. Бұның ішінде 2-3 моторчик тұр. Біреуі мынаны айналдыруға. Бұл көбінесе құтқаруға арналған. Өйткені су бетінде қаншама адамдар қазір катастрофа болып жатыр. Соның арқасында мен осыны ойлап таптым. Бұның басында осындай не бар? Бұл жылдам нелерді қабылдайды. Өйткені қазіргі заманда бәрі рация арқылы. Бұл сол рацияны ұстайтын модель. Бұның моторчигі 1000 ватт. 2 моторчик бірге қосылған, нән моторчик. Қоссақ, ол арқылы 360 км/сағат жүре алады. Осымен 160 км жүре алады. Және бұның жанында адамдар көбінесе құлап қалмау үшін жанында перила тұр. Ол адамдарды құлап қалғанда ұстайды. Бұның іші бар. Ішінде айдайтын водителі және ішінде құтқарғыштар тұрады. Оны мен құтқару үшін шығардым. Өйткені қазіргі заманда қаншама адамдар суға батып, немесе қайықтар аударылып жатыр. Ал мына қайығым, мен оны мысалы суға, серуендеуге, және көбінесе адамдар суға фотоға түседі. Осындай қайықтардан көбінесе адамдар фотоға түсеміз деп, немесе көбінесе балық аулаймыз деп құлайды. Сол құламау үшін құлап жатса, аударылып қалып жатса, өйткені бұның салмағы шамалы бірдей емес. Сондықтан ол шамалы қатты су көрсе де шамалы толқындарда қозғалады. Ал бұл салмағы тең, өте тең. Ол арқылы біз осыдан аударылып кеткен, немесе батып кеткен адамдарды құтқарамыз. Мысалы, батып кеткен адамдар, олар жүзу білмесе, оның ішінде 2 спасатель болады, және баллондар тұрады. Ол суының ішінде құтқаруға түскенде, сол кезде құтқаруға арналған ауа бергіштер. Ішінде баллончиктер тұрады. 100 алатын адам судың бетінде тұрса. Сосын бұндай қайықтарды қауіпсіздік сақтау керек. Өйткені бұлар өте қатты жылдам жүреді. Мынаның қасында мынау жылдамырақ. Өйткені бұл 500 ватт болғанымен жеңілдеу. Ал бұл 1000 ватт болғанымен шамалы ауырдау. Сондықтан бұл құтқаруға арналған деп шештім мен. Оның арты осындай пропеллер тұр. Оны осылай айналдыруға болады, кнопочка бар. Қазір бұны мен суға салып тексеруге қолымда су жоқ, бірақ бұны 1000 есе тексеріледі. Оған мен сенімдімін. Мынаған пилоттың орны мына жақта тұрады. Мына адамдар отыра алады. Мысалы, балыққа шыққан адамдар болған қармақтарын, прикормкаларын сала алады. Мынау айналар. Су бетіне шашырамау үшін, ішіне су толып кетпеу үшін айна қондырдық. Және бұл желден де қорғайды. Бұның астында пенопласт. Ол суда равновесие береді, суда бұл күшті тұра алады. Бірақ бұл шамалы аударып көруге бұларға шанс көбірек. Сол үшін бұны біз мынаумен құтқарамыз. Бұл суға 100% сенімді, бұл құламайды. Өйткені бұл өте тез, және бас жақтар тегіс судың үстінде 100% тұра алады, және құтқара алады. Мынау сияқты беті ашық емес, өйткені бұл балық аулау, серуендеу, сондайға арналған заттар. Ал бұл құтқаруға арналған. Мына жерінде өзінің фонарик қоятын жері бар. Мына жерде айдайтын адам қарап отырады. Мына жанында тоже қарай алады. Өйткені әр способтарды құтқаруға көмек
қолданылады. Осының ішінде осы маңызды заты, мысалы рациялар, қазіргі қайықтардың бүткілінде рация бар. Олар мысалы төңкеріліп кетсе немесе адамдар батып жатса, SOS кнопкасын немесе өздерінде басқаша кнопка болады, соны баса қояды. Ал осыған жылдам айналады бұл. Қазір батарейкасы өліп қалған ба білмеймін, бірақ бұл жылдам айналады. Осы арқылы рацияға осыған сигнал келеді, бұл қайық жүзіп барады. Сонымен менің бұл қайығым құтқаруға арналған, ал бұл қайығым серуендеу, балық аулау немесе қаншама заттар бар. Сосын бір ерекшелігі, бұның артында моторчигі басқашалау. Ол былайынан айналады. Әне оларда мына жерде басқаша пропеллер тұр. Ал мына қайығымда өткені бұл жылдам жүру үшін біз бұған мұндай қайық салдық, пропеллер. Онда осындай кнопка бар, сөндіріп қосалады. Суда жылдам айналады бұл. Сосын есігі бар, міне есігін жауып ашуға болады. Осының ішінде пилот және ішінде отыратын спасательдер отырады. Стоп қойсаңыз, қош беріп видео. Назарларыңызға рахмет. Ендеше сау болыңыздар.